Танымал блогер Мурат Абділда қазір 167-те 3 жалпы режимдегі колонияда жазасын өтеуде. Әлеуметтік желдегі тікелей эфирмен танылған түркістандық азамат өшпенділік тудырды деген айыппен 4,5 жылға бас бостандығынан айырылған. Қазір оның қолында телефон емес, дәнекерлеу құрылғысы бар. Колонияда жұмыс істеп жүрген Мурат Абділда рұқсат етілген уақытта кітап оқимын дейді. Осы уақытында енді кітап оқимын, Мұқағали Мақатаевтың кітабы бар өзіммен бірге. Сол Мұқағали енді қанша дегенмен шығармашылықтың адамы, әлі өнерді ұмытқан жоқпын. Алла қаласа шыққаннан кейін жақсы образбен шығатынында 100% кәміл айтам. Дұрыс, мен жақтаушылар да болады, даттаушылар да болады. Өмір болғаннан кейін 50-де 50 ғой. Жоқ, сынбаймын, Алла қаласа шыққаннан кейін. Менің өмірде жалғыз анам бар, тек сол анама ғана керек екен. Басқа менің өнерде сыйлап жүрген бауырларым ренжімесін, мен біреу іздеп келген жоқ. Әрине мен ол кісілерге жамандап ештеңе демеймін. Тек анама ғана керек екен, соны ғана түсіндім. Инстаграм жұлдызы дәнекерлеу цехында металл бұйымдарын жасаумен айналысады. Сотталғандар мұнда өз жұмыстарына жауапкершілікпен қарайды. Олар әдеттегі тапсырыстардан бөлек шайханаға үстел мен әткеншектер жасайды екен. Ағаш өңдеу цехы бар, концернде банк жабатын цехтарымыз бар.